Ассаламуалейкум. Қазір бізде видео обзор, яғни осындай кішкентай щит, яғни бұл ненің щитовойы 3 фаза кеп тұр, яғни сороковка автомат қосып тұр. Бұл пускатель деп аталады, яғни магнитті қосқыш. Бұл негізі насостың несі, насосты қосуға арналған. Ал енді бұл негізінде автоматикасы, яғни мына жерде көріп отқаныңыздай ручной деп тұр, яғни ортасы, кнопканың ортасы нейтральный, сөндіреді, яғни бұл сөнсе, бұл пускательді де яғни жібереді. Астында автоматикасы орнатылған, кнопканың астында. Яғни бұл өз уақытысында өзі сөніп, өзі қосылады. Ал ручнойда ол бірден қосып тұра береді, яғни ол сөнбейді. Автоматикада сөнеді. Яғни осындай щиток, мына жерде тағы да басқа бір насос несі, автомат орнатылған. Негізінде осындай щиттарда видео обзор. Яғни мына жерде тоқ деп тұрған, яғни амперметрі көрсетіп тұр, яғни 10 ампер көрсетіп тұр. Мына жерде енді ішінде құрылғысында, мына управлениясында, автоматикасында қанша уақытта қосып сөндіруге арналуға управление жасауға болады. Яғни өз уақытысында 20 минут қосылып, 10 минут сөнетін, немесе 30 минут қосылып, 10 минут сөнетіндей, яғни ішінде минутын қоюға да болады. Яғни осы автоматика құрылғысы арқылы.